Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Жаңа жылдарыңызбен. Осы жаңа жылды мен өзіміздің қазақтың қыздарының бас киімі тақиямен бастағым келіп тұр. Алдыңғы видеоларымда тақияның бір түрін көрсеткенмін. Енді осы жолы төбесі үшкір келген тақияны жасап көрсетемін. Каналыма жазылып, лайк басып, қоңырау басып, жазылып қойыңыздар. Міне болашақта жасалынатын тақияның маталары. Велюр, жаккартпен көмкеріледі тисманың орнына. Тисмада бар жаңағы өрімдер. Мынау солистің, бас кейіпкердің. Құрметті көрермендер, біз ұзындығын бастың размері 58. Значит, біз 59 сантиметр аламыз. Бірақ 59 емес, біз 1 сантиметрден қоссақ, сонда 61 размер аламыз. Екі жағынан 1 сантиметрден алып кетеміз, қосамыз. Тігіске. А биіктігін 8, значит, 8 сантиметр. Біз осы жолы фетрден жасаймыз. Міне, енді осыны бір-біріне қосып, сызып аламыз. Мынау 58 болса, значит, 59, 61. 1 сантиметрден кетіреді. Жиналған кезде 59. Бұл кішірек қалады. Поэтому 1 сантиметр қосамыз. Биіктігін енді кішкене алынған кезде оның ені қысқарады. Төбесін жасауға кірісеміз. Ол үшін тақиямыздың диаметрін табуымыз керек. 58-ді бөлеміз 3,14-ке. Сонда получается бізде 18,4. Оны 2-ке бөлсек 9,2 диаметр шығады. Оған біз 2 сантиметр қосамыз, өйткені 2 сантиметр қоссақ 4 сантиметр болады. Сонда биіктігі 4 сантиметр. Биіктікте болып тұр. 9,2-ге 2 сантиметрді қоссақ 11,2 болады. Сол біз 11,2 емес, 12 сантиметр қылып аламыз диаметрін. 12 сантиметр қылып алып, енді осы дөңгелекті қиып аламыз. Бізде мына жерде 1 сантиметр тігіске кетеді. Бізде мына жерде 11 сантиметр. 11 сантиметр. Енді осы жерден 11 сантиметр алып тастаймыз. Осы жерге дейін кесіп алып тастау керек. Біз оны кесмейміз, былайынан тігіп тастаймыз тура. Артығымен алып, сол жерге кесіп тастаймыз. Тігуге қалдыру керек екен, тігіске. Енді материалдан пішеміз. Материалды алып, оған дублерин жабыстырып, сосын барып, жаңағы еніне 8 сантиметр еніне үстінен астынан қосамыз 1 сантиметр. Сөйтіп кесіп шығамыз. Бізде біреу емес бірнеше тақия болғандықтан, біз барлық тақияларға тақияның матасын қазір пішіп, кесіп дайындап аламыз.
Енді тақиямыздың төбесін жасауға кірісеміз, пішуге матадан. Ол үшін бағанағы жасалған фетірден жасалған төбемізді қойып, сол бойынша бәрін пішіп аламыз. Пішіп, кесіп аламыз. Төбесінде үкісін жақсы ұстау үшін біз мынаны 2 қабаттаймыз. Біз төбесін сырып, 2 қабаттап сырып тігіп шығамыз, айналдырып. Бұл бізге қатты қып, матамызды қаттырақ қып ұстайды. Ешқандай клейсіз, өзі қатты болып тұра береді. Вот осылай жасалынады. Енді мынаны бүйтіп тастаймыз. Бір қабаттан. Мына жердің бәріне 1 сантиметр жетпейді. Тігіске қалдырдық. Осыны белгілейміз, белгі саламыз. 4 жеріне 4 белгі саламыз. Тақиямыздың астыңғы бөлігіне 2 қабаттап осылай сырып тігіп шығамыз. Бұл төбесі сияқты сонда қатты болады. Сосын осыны біріктіреміз төбесімен. Төбесін тақиямыздың астымен біріктірмес бұрын шеттерін осылай кертіп, кесіп дайындап қоямыз. Сол кезде екеуі біріккен жері әдемі болып тігіледі. Міне астыңғы мен төбесін біріктірген кезде жаңағы кеткен жерлеріміз ешқандай қыртыс болмайды, әдемі болып тігіледі. Енді осыны қаптаймыз. Міне түктіп, бәрін келтірдік. Енді астарын пішіп дайындап қою керек. Астын үстін бәрін пішіп дайындаймыз. Сосын соны қазір матасымен біріктіріп тігеміз. Енді әшекейге кірісеміз. Тақияны әшекейлеуге жаккард матасы бар.
сол матаны 6 сантиметрден кесіп аламыз. Соны екіге бүктеп 3 сантиметрден, соның үстіне 1,5-2 сантиметр төменірек түсіп, бірінші тесма тігеміз, сосын кейін ең шетіне тағы бір тесма тігеміз. Соны өстіп дайындап қоямыз. Тақиямыздың төбесінен үкі шығып тұру үшін біз тақиямыз түбін тестік. Соған мынандай стаканчик жасадық. Стаканчик дейміз. Осыған мына үкі бүйтіп тығылып тұрады мұны. Бүйтіп ішіне кіріліп тұрады. Бұл енді жасырын түрінде ішінен, мынаның ішінен кетеді. Оны көрсету үшін мынандай, оның сыртынан мынандай, мынаны бір-біріне жабыстырып, мына жақтан бүйтіп тігіп тастаймыз. Көріңіз, осы жерге. Болды. Ол тұра береді. Сосын бұл маған былай қатты көрінбейді. Профессионалды түрде солай, кәсіби түрде солай болып көрінеді. Енді мынаны мына тесігіне бүйтіп кіргіземіз. Бүйтіп тұрады. Соны мына жерден бүйтіп тігіп тастаймыз. Сол кезде ол ешқайда кетпейді. Тігілді. Қараңыз. Енді тақиямыздың сыртын қаптауымыз керек. Ол үшін жаңағы велюрмен астарын подкладочный тканьді бірге біріктіріп тігіп аламыз. Тігіп жатқан матамызды әрдайым кигізіп қарап көру керек. Тура ма, тура емес пе екен. Енді міне қаптайтын матамызды асты мен үстін белгілеп, төртке бөліп, белгілеп, сосын жаңағы белгіленген жерлерді асты мен үстін бір-біріне булавкамен қыстырып қоямыз. Сол бойынша бәрін айналдыра тігіп шығамыз. Оны істемесеңіздер дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Мына белгіленген жеріне тура келтірсеңіздер өзі тура болып шығады. Енді асықпай машинкамен біріктіріп шығамыз. Біріктіріп тігіп шығамыз. Бәрін кигіздік. Төбесінде тұр. Енді мынаны бүйтіп айналдырып тігіп шығамыз. Көріңіз? Ішінде мынау қатты тұру уже, ешқайда кетпейді. Мына жерден 0,5 қалтырамыз. 0,5. Потом мынаны уже тігілгенімізді осылай қоямыз. Тоже линияны жауып тұру керек. Соның бетінен бүйтіп тігіп шығамыз. Полностью өстіп қойып аламыз, сосын шетінен тігіп шығамыз.
О. Тіпті. Сосын осындай шығады. Мына айналдырып. Мына жерден бастап бүйтіп айналдырып тігіп шықтым. Одан кейін мына тігілген тесмамызды дайындалған. Осы жерге уже орнаттық. Мына жерінен бастырып тігіп шықтық. Түгел айналдырып. Енді астарын тігуіміз керек. Астарын тігу үшін қазір мынаны бүйтіп айналдырамыз. Енді бұны айналдырамыз. Все. Енді мынаның айналдырасыны клей жағып шығамыз да қатырып тастаймыз. Іші әдемі болып шықты. Аккуратно. Кішкене тұрсын, сосын барып жабу керек. Енді міне равномерно жабылды. Мына жерін тоже тесманы жабып жүру керек. Міне шапкілеріміз дайын болды, тақияларымыз. Сіздер де өстіп өздеріңіз жасай аласыздар. Құрметті көрермендер, менің осы сабақтарым сіздерге көмегі тиеді деп ойлаймын. Жақсы сау болыңыздар, көріскенше күн жақсы болсын. Ауырмаңыздар.